Бәріңізге қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Крейдер. Мен бүгін сіздерге money management и risk management туралы айтатын болам. Бұл стратегия әрбір трейдерлердің қару-жарағында жүру керек стратегия. Бұл өте маңызды стратегия. Сол үшін осы видеоны бастан аяқ соңына дейін көріңіздер. Керекті мағлұматтар өте көп ағайын. Money management и risk management дегеніміз не? Money management дегеніміз, risk management дегеніміз екеуі ол бір стратегия. Сіздің депозитіңізді қалай басқару керек, депозитіңізде неше ақша бар, сонымен қалай ставка жасау керек. Сол жайлы қысқа нұсқа түсіндіріп айтатын болам. Қараңыздар. Мысалға, сізде депозит бар. $10 деп алайық. Минималды түрде $10 деп алайық. Сізде $10 бар деп есептейік. Мен $10. Енді бұл қалай бөлінеді? Бірінші money management. Одан кейін екінші risk management. Money management дегеніміз сіздің неңіздегі, депозитіңіздегі ақшаға қарай 1%, одан кейін 5%. Төменгі, Allentrade'де төменгі тіккен ақшаның минималды түрі $1. Ал $1 сіздің $10-ыңыздың 10% да. Егер соны жеңіліп қалсаңыз, сіз уже 10% просадка деп отырасыз. Егер ол ештеңе қылмайды, $1 мен 10 ойын ойнап отыра бересіз. Сол үшін сіздің технический анализіңіз мықты болу керек. Егер риск менеджмент болса, риск менеджментте 1, 3, 6. Бұл қалай? Мысалға, риск менеджментте $1 тіктіңіз. Бұны ұтылып қалдыңыз. Екінші, $3 тігесіз. Бұнда ұтылып қалсаңыз $6 тігесіз. Сонымен әп-сәтте $10-ыңыз жоқ болып кетеді. Бұны риск менеджмент дейді. Бірақ ұтысы да өте жоғары. Сол үшін депозитіңізге қарай риск менеджментті негізі лестница ойнаған кезде қолданған өте ыңғайлы. Ал егер асықпай, баяу түрде көп ақша тауып жинаймын десеңіз, money management ұстаған дұрыс. Ал егер депозитіңізде $100 болатын болса, депозитіңізде $100 бар деп есептейік. Money management бұл жерде қалай болады? Money management бірінші сізде жаңағы процент ұсталады. 1% пен 5%-тің аралығында ойнатылады. Ал риск менеджмент 1, 3, 6. Бұл риск менеджмент өзгермейді. 100%-тің 1% ол $1, 5% ол $5. Бұл 1% пен 5%-тің арасында ойнағаны сіздің технический анализіңізге байланысты. Сіздің технический анализіңіз мықтырақ болса, $5 мен тіге берсеңіз болады. Андай асықпаған арбамен қоян алады дейді ғой, сол money management. Асықпайсыз, но дегеніңізге жетіп отырасыз да. Ал risk management $1 жеңілсеңіз $3, жеңілсеңіз $6. Осындай рискті сіз 10 рет қайталауыңыз керек та. Егер технический анализіңіз слабый болса, сіз 10 рет ұтылып қалуыңыз ғажап емес бұл жерде. Ал егер технический анализіңіз мықты болса, риск менеджментте 10 ойын подряд ұтылу деген ол мүмкін емес та. Технический анализ бұл жерде ең мықты рөл ойнайтын. Технический анализді жақсылап меңгеріп алыңыздар. Ішіне жаңағы тағы да қайталап айтам. Не кіреді? Паттерн кіреді, фигура кіреді, уровеньдар кіреді.
Одан кейін там индикаторларды қолданам десеңіздер, олар өз еркелеріңіз, бірақ оны основа жайында алмаңыздар. Ол технический анализге кірмейді. Ол типа дополнительный инструмент ретінде қолдануға болады ол нелерші, индикаторларды. Ал былай соған сүйеніп отырып ставка алатын болсаңыздар, мен сіздерге айтайын, 100% минуста отырасыздар. Ол тек қана индикаторға байланысты қылып ала бермеңіздер. Бұл жерде технический анализ. Ең бірінші технический анализ. Қайталап айтам, технический анализ. Технический анализіңіз мықты болса, сіз плюста отыра бересіз. Менің жаңағы плейлистімде бар, паттерн заңдылықтары, ставканы талдау, плейлисттен бөлек уровеньді қалай қою керек, фигуралардың өзінің заңдылығы бар, қай жерден алу керек, ол фигура орындала береді. Любой жерде фигура орындала береді. Бірақ оның өзінің заңдылығы болмаса, ол фигура орындалмайды да. Ол вообще орындалмайды. Ол өзінің заңдылығына қарай аласыз. Паттернда да сондай. Ол паттерндар орындала береді, бірақ кез келген паттерн қай кезде орындалады? Уровеньнің бойында, болмаса фигураның бойында орындалады. Сол үшін тағы да қайталап айтам, технический анализді жақсылап меңгеріп алыңыздар. Технический анализдің ішінде паттерн, фигура, уровень. Ол бұл үшеуінде мен анық қанықып осы видеоларымда түсіндірген болатын. Соны көріп шығыңыздар. Закрытый группаға қалай тіркелем? Закрытый группаға тіркелу үшін тегін негізі закрытый группаға тіркелу. Менің Алимтрейдтің сілтемесі бойынша өтесіздер, регистрация жасайсыздар, ол жерге 700 рубль толтырасыздар, өзіңіздің шотыңызға, менің емес. Одан кейін тіркеліп болғаннан кейін менің телеграмма или инстаграмма жазасыздар, мен тіркелдім деп, ID номеріңіз жазып жібересіз, мен тексерем. Егер барлығы дұрыс болса, мен сізді закрытый группаға қосам. Закрытый группаның бір плюсы неде? Ол жерде күніне сағат 7-ден 9-ға дейін тегін ставкалар беріліп отырады. Екінші, лестница ойнатуым да мүмкін, бір айда бір рет жағдайға қарай ойнатып отырам. Одан кейін, может, Алла қаласа, Құдай қаласа, Форекске де өтуіміз мүмкін. Ол жерде Форексте алуды да мен Форекстің ставкасында сіздерге айтып отыратын болам. Мен байқадым, 80%, 90% мені без подписки көреді екен. Сол үшін каналға тіркеліп, маған шамалы қолдау беріп жіберсеңіздер, комментарий жазып, сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар, мен жауап берем. Инстаграмға жазыңыздар, болмаса инстаграмма да тіркеліп кетіңіздер. Тағы да қайталап айтам, money management 1% пен 5%-тің аралығында сіздің депозитіңізге қарай, технический анализіңізге қарай 1% пен 5%-тің арасында ойнайды. Ал риск менеджмент $1, $3, $6 болды, одан артық өспейді. Барлығы сіздің технический анализіңізге байланысты. Сол үшін технический анализді мықтырақ қып дамытып алыңыз, жақсылап түсініп алыңыз. Маған тіркеліңіз, колокольчикті басып қойыңыз. Мен сіздерге осындай күнде ақпаратты видеолар шығарып отыратын болам. Сол үшін маған тіркелуді ұмытпаңыз. Закрытый группаға қалай кіру керек екендігін айтып түсіндірдім. Соны орындасаңыздар болды. Закрытый группаға сіздерді қосам. Сіздермен болған трейдер, қош, сау болыңыздар.